Бастапқы бағасы ровно 1,5 миллион теңгеден басталып тұрған дәл осындай Toyota Sienna келіпті. Қараңыздаршы, қып-қызыл түсте. Енді автокөлік былай айтқанда спорт комплектациядағы вариант қой. Қараңыздар, мордасының өзі 2013-ке негізі келмейді, потому что бұл спорт комплектациядағы Toyota Sienna. Полный электропакет, электроплавающий сиденье, кожа салон, капитанский сиденьесімен 7 орынды. Дәл осы вариант бұйыртса, өзінің артында өзінің телевизоры бар, люгі бар, 9-зонный климат контрольда, автомат коробка, аналоговый табло, өзінің оригинал мониторымен тұр екен. Дәл осы вариант бұйыртса, бүгін кешке 1,5 миллион теңгеден бастап ойнап қатысатын болады. SA комплектациядағы спорт варианттағы Toyota Sienna автокөлігіміз готовы вариантта келген. Енді минимальный Carfax'та дәл осындай майда-шүйде ремонттары бар. Автокөлік 146 мың пробег жүрілген, 2013 жылғы 1,5 миллион теңге бастапқы баға. Кімге қызық, хабарлассаңыздар болады. Бүгін кешке бұйыртса 30 лотта ойнатылатын болады. Kia Sedona 7 орындықты отбасылық автокөлік ағайындар. Қараңыздар, сервис есебеттегі 2019 жылғы, 2019 жылғы. Қараңыздар, павержен өз прежден болған, қазір көрсетем асаттарын. Минимальный павержен естер сырылған. Қараңыздар, сразу көрсетейін қайзылы екен. 2016 екен пробег ағайындар. Айып етпеңіздер. Айырбатандар таза, 7 орынды керемет автокөлік. 3/3 қозғалтқыш күшімен бұл. 3/3 литр. Бастақ бағасын 1 миллион теңгеден бастап қойған. 1 миллион теңгеден бастап қойған. Осындай Sedona қыздырса жаздағыдар. 1 миллион теңгеден старты бағасы. Kia Sedona 2017 жылдың модель, пробирка 2016. Жарықтықтың тұрысын қараңыздар шаңдар. Тара король трассы Sienna ағайындар, қараңыздар, Sienna. Қараңыздар ағайындар. Удар болған алдынан, бірақ ештеңесіне әсер етпеген. Лан жүрген аман, қараңыздар. Подкрентін өзгертілмаған. Өз жерінде өзінің пластмасы болады. Бачок кесілмеген, усилитель барлығы аман. Светінің өз ерекше екен ағайындар. Қараңыздар. Идеально осындай баллон жарылқап тұрысы. 2014 пробирка ағайындар. Sienna қараңыздаршы. Айван ба Sienna деген ағайындар. Қызғатын ағалар жаздар. Мынаны 500 мың теңгеден бастап қойған. 500 мың теңгеден бастап қойған. Свет өте керемет, қараңыздар. Қатты ештеңіз білініп жатқан жоқ бұлай. Краскілер, бетіш бакілер көрінген жері жоқ. Егер бұрын қойсаңыздар, полын тексеріп береміз. Мына сырылған екен. Қараңыздар, полын оригинал екен көрініп тұр ғой ағайындар. 500 мың теңгеден бастап қойғасы қыздырса жазыңыздар. Так, ағайындар, алдарыңызда 6,5 миллион теңгеге басталып тұрған Sienna ағайындар. 2021 жылғы Sienna LE комплектацияда. Бұл гибрид еще, гибрид болып келеді. Қараңыздар, қазір мына бетін көрсетейін. Бұл жағында тап-таза, ешқандай жұмысы жоқ. Салон кожа емес, салон велюрда, плавающий сиденьесі бар. Электротаблосымен әдемі жағдайда. Есіктерін көрейік, ашылып. Капитанский сиденье. Климат контроль, несі түс қапты, кнопкалар. Потолок полный airbag атқан. Полный атқан. Осы жерінде бар бір минусы. Фарасын ауыстырастар, лампер жөндейсіздер. И мына жақта ғой, основной сюрпризі міне. Осы есік, екі есік пустышка ауысады. Крыло жасалынады алдында. И мына жақтағы порогтың, көресіз, порогтың үстінен бастап кіргенде, порогтың өзі сау, аккуратно жасауға болады уже. Мына арт крылоның ұшы бар. Осы бет қой мына. Осы беттен олар болған. И потолоктың airbagтар полный атқан. И алдыңғы орындықтың жанынан атқан. Кімге қызық, хабарласыңыздар. Жөндеп алып күніге болады ағайындар. Жылы жаңа машина, көп жүрілмеген. Әлі талай қызметте болатын көліктердің бірі. Так что сілтемеге бойынша WhatsApp-қа өтіңіздерді, хабарласа беріңіздер. 2024 жылға Kia Carnival назарларыңызда. Осындай бордовый, тоқ қызыл түсте 5,5 миллионнан басталып тұр. 22 мың пробегімен, 133 лот номер, 8 орын алдыңғы airbagтер орында. Стойка жақтан павержение болған, бұны тартып шығаруға болады. Есіктің обшивкалары ішінде тұр. Может, бір есік ауысады, может, есік қараймыз, может, ауыспайды, ауысатын сияқты. Екі есік под замену, обшивкалар ішінде тұр. Обшивкасы тұр. Carnival. Қараңыздар. Бесключевой доступ, логин коды таза 2023 модель 24.
осындай семейный жандарға, жыл жаңа минивэн сұрағандарға бүгін осыған қатысып көрсек болады. Арзан беріп жіберу мүмкін.